Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі формат жеңіл формат, лайв формат, және бүгінгі видеода біз менің өміріме әсер еткен 5 кітап бойынша айтатын боламыз. Бұл 5 кітаптың әрқайсысы уникальный, бір-біріне ұқсамайды. Осы 5 кітапты өмірде барлығын қолдануға болады. Прям практикалық кітаптарда. Әлі күнге дейін ол кітаптарды мен қайталап оқып келе жатырмын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бүкіл кітаптар списогын жазып алыңыздар, және де ол кітапты міндетті түрде оқыңыздар. Менің есімім Еркебұлан Болатов, Абырой компаниясының иесімін, кәсіпкермін. Қазіргі таңда YouTube'та өзімнің біліміммен, өзімнің опытыммен барлық кәсіпкерлерге бөлісіп жүрмін. Ең алғашқы кітап ол Дейл Карнегидің «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» деген кітабы. Бұл кітапты мен осыдан 1,5 жыл бұрын оқыған болатын. Ол кітап менің басқа адамдармен қарым-қатынасым, менің бизнестағы переговорларым, жалпы кез келген ситуацияда әр адамнан қалай польза алу керек, бір сөз айтқанда нетворкингімді жаңа деңгейге шығарды. Бұл өте базовый кітап. Көп адамдар менсінбеуі мүмкін, көп адамдар слишком банальный дүниелер айтуы мүмкін деп айтуы мүмкін ол кітапта. Бірақ та ол кітапта шынымен де өмірде қолданатын информациялар беріледі. И бұл кітапта менің есімде қалған ең мықты инсайт ол Франклин, яғни Франклиндің эффектісі. Кезінде Франклин соғысып жатады, и оның жауы болады. Сөйтеді ол уже соғысқысы келмейді. Ол өзінің қарсыласымен, өзінің жауымен достасқысы келеді. Бірақ та ол жауының ниеті ондай емес. Ол не істесем болады, қалай істесем болады, қалай мен бұл жауымды өзім досыма айналдырамын деген сұрақ қояды. Сөйтеді Франклин не істейді? Ол тұрады айтады, мен қазір біреуден бір зат сұрасам, одан ол мені жақсы көріп бастауы мүмкін дейді. Сөйтеді өзінің жауына хат жібереді. Давай маған сен өзіңнің бір сүйікті кітабыңды сыйлашы, маған сүйікті кітабымды берші дейді. Анау как раз өзінің жауы, ол өте кітап оқитын, білім алатын адам болады да. Ол кісі өзінің сүйікті кітабын береді. Сөйтеді ол кітапты оқып алады Франклин. Сөйтеді жаңағы басшысына барады айтады, давай екеуміз кездесейік, ошол библиотекаңда шай ішейік дейді. Сөйтіп өзінің жауымен бірге оның библиотекасында шай ішеді. Сөйтіп айтады, мына библиотека маған берші. Осы библиотекада мен кітабымды оқып білімімді дамытайыншы, менің командамдағы адамдар, менің қол астымдағы сарбаздар осы жерде оқысын деп ол кісімен келіседі. Хорошо дейді да, келіседі. Сөйтіп өзінің библиотекасын береді қолдануға. И уақыт өте келе ол өзінің жауымен дос болып кетеді. И бұл жердегі ең бастысы зат ол эффект Франклина деп аталады. Яғни қандай эффект? Ол сен бір адамды өзіңе жақсы көрткізгің келсе, немесе бір адамның өзіне уважениесін алғың келсе, онда ол адамнан сыйлық ал. Себебі бір адам біреуге сыйлық берген сайын, бір адамға көмектескен сайын, адамның басқа адамды жақсы көруі көбейеді. Сөйтіп ол бүкіл жауларын, бүкіл өмірлік ситуацияларында басқа адамды өзіне жақсы көрткізіп алады екен. Олдан сыйлық алу арқылы. Және де бұл эффектті, бұл Франклин историясын мен өзімнің өмірімде де әрқашан қолданып, және де өзімнің пайдама әрқашан асырып жүрмін. Екінші кітап ол антихрупкость кітабы. Насим Талиб деген кісінің. И бұл кітаптың философиясы исламның философиясына өте жақын. Неге десеңіздер, өмірде біз білмейтін әртүрлі оқиғалар болады. И бұл оқиғалар бізді сындырып тастауы мүмкін, бізді құлатып тастауы мүмкін. Сол үшін де антихрупкость деген зат ол осындай ситуацияда сынып қалмай, яғни хрупкий болмай, керісінше осы ситуацияны өзіміздің ыңғайымызға пайдаланып, жаңа деңгейге шығу. Бұны антихрупкость деп атайды. Енді антихрупкостьті Насим Талиб екі феноменмен салыстырады. Ол біреуі Феникс деген, яғни Феникс деген кезінде бір қала болады. Ол қала 7 рет соғыстан бұзылады, и 8-ші рет ол одан да әдемі болып салынады. Яғни әрқашан бұзылады, одан да әдемі болып салынады бұрынғыдан да. Әдемі қала болып тұрады да, ол жақта соғыс жаулар келеді да бұзып тастайды ол қаланы. Ол бұрыннан да мықты болып көркейеді. Яғни әрқашан ол бұрынғыдан да мықты көркейіп отырған. Айтады, өмірде әрқашан сендер өмір сындырып тастаса, бұрынғыдан да бетер мықты болыңдар. Екінші феномен ол гидра дейді. Яғни кезінде грек мифологиясында гидра деген болады. Ол гидра деген, яғни адам басты жылан болады. Бір рет басын шабасын, 2 бас шығады. 2 басын шабасын, 4 бас шығады. Яғни әр шапқан сайын 2 бастан шығып отырады да. Бұл жерде ол қандай логика айтады? Сендер гидра болуларың керексіңдер. Бізде бизнес жасап жатқан кезде Instagram аккаунтымыз банға кетіп қалады. Живой 35 мың подписчигіміз бар. Біз ё-майды қайғырып мен сынып отқан кезде, бір кезде осы антихрупкость кітабындағы гидраның историясы есіме түседі да, не істеймін? Брат деймін партнерыма. Все, біз қазір бірақ Instagram болды, банға кетті. Енді бізде банға кету шансы аз болу үшін біз 2 Instagram ашамыз, 2 Instagram'да жүргіземіз. Сол кезде біз бұрынғыдан да бетер продажамызды өсеттейміз да, осы гидраның историясын өзіміздің өмірде қолданған болатынбыз. Үшінші кәсіпте қатты әсер еткен кітап ол Поток деген кітап. Бұл кітапты оқу өте қиын, ауыр кітап. Неге десеңіздер, бұл кітапта бақыт жайлы, адамның ішкі сезімдері жайлы, адамның зона комфорты жайлы айтылады да. Бұл кітапты оқығаннан кейін мен өміріме қандай өзгеріс келді? Ол қазіргі сәтте болу. Негізі көп адамдарда белгілі бір қорқыныштармен өмір сүреді екен да,
ол қорқыныш, яғни кедей болу қорқынышы, немесе өмірде өзімнің екінші жартым таппай жалғыз қалып қаламын деген қорқыныш, өмірде мені алдап кетеді деген қорқыныш. Көп адамдар қорқыныштың кесірінен потокта өмір сүре алмайды, қорқыныштың кесірінен дұрыс жұмыс жасай алмайды, и адам бақытсыз болады. Бұл кітапта осы қорқыныштарды қалай жеңу керек, қалай поток состояниясында болу керек, қалай уақытты тоқтату керек. Яғни уақыт тоқтату деген, сен когда потокта болған кезде сен өмірдегі басқа заттарды қарамайсың, сен тек қана өзіңнің жұмысыңда, өзің сүйікті ісіңе назарыңды аударған кезде сен уақыт жүрмейді. Осындай состояние қалай түсу керек, осы кітапта толығырақ айтылған болатын. Төртінші кітап, менің өміріме қатты әсер еткен кітап, ол «Думай и богатей» кітап. Мен бұны всегда айтып жүремін. Себебі бұл кітаптың арқасында мен армандауды үйрендім, визуализация жасауды үйрендім, мүмкін емес затқа сеніп бастадым, және де мен дұрыс мақсат қоюды үйрендім осы кітаптың арқасында. Маған бесінші қатты әсер еткен кітап ол Құран. Неге десеңіздер, Құран кітабында бұл әлемде қандай информация бар, бұл әлемде не бар, соның барлығы жазылған. Бірақ та маған оның ішінде айтып жатқан информация ол бірінші емес та. Бірінші зат ол жүректің тыныштығында екен да. Жалпы менде өмірде әртүрлі ситуациялар болады ғой. Кәсіппен айналысқан соң стрессқа түсесің, кәсіппен айналысқан соң бір моменттарда қателік жасайсың, проблемалар болып қалады. Немесе сенде ключевой сотрудниктардың жұмыстан шығып қалады, партнермен конфликт болады, әртүрлі оқиғалар болады. И мен әрқашан Құранды оқып бастаған кезде жүрегім тынышталады сразу. Мысалға, мен бір затты байқадым да, мүмкін Құранды оқыған кісілер де байқаған шығар. Сен оқып жатқан кезде кез келген бетін ашып, просто оқи салшы. Тура сол бетінде сен оқып жатып, сен түсінесің да, саған керек информацияны алып жатқан. Мен бұл затты мен түсіне алмадым. Бұл бір Алланың берген кереметі деп айтсам болады да, себебі мен оқып жатасың кез келген бетінен кез келген аятын. И саған қазіргі сәтте болып тұрған проблемаңа шешімдер шығып бастайды ғой. Сол үшін де кез келген өмірде мықты опора іздеп жүрген, өмірде мықты ішкі құндылығын дамытқысы келіп жүрген адамдарға міндетті түрде толық оқымаса да, хотя бы қиын сәттерде болсын оқыса, бұл кітап өмірін 180 градусқа өзгертетіні анық, және де бақыт ететіні 100% анық. Сол үшін де бесінші кітап ол әрине біздің асыл Құранымыз. Осы кітаптар арқылы сіздер өздеріңізге керек дүниелердің барлығын аласыздар. Мышлениямен жұмыс, адамдармен қатынас, ішкі рухани даму, осы кітаптарда барлығы қамтылған. Және де оқып қана қоймай, осы кітапта айтылған информацияны өмірлеріңізде практика жүзінде қолдансаңыздар, өте мықты әсерін тигізеді дегенге мен еш күмәнім жоқ. Жалпы бір кітапты оқыған кезде әр адам өзіне керегін алады да. Менің алған әр кітаптан ойым, тұжырымым осы. Сіздер осы кітапты оқысаңыздар, жалпы жаза кетсеңіздер, қандай инсайттар алдыңыздар, осы айтылған кітаптардың қай жері сіздерге ұнады, мен барлығын оқимын. Және де жазу барысында басқаларға менің осы алған инсайтым пайдасы тиді деген ниетпен жазсаңыздар, тіпті керемет. Каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бір сөзбен айтқанда бізді қолдаңыздар. Себебі сіздер қолдаған сайын біз керемет, пайдалы видеолар санын көбейте береміз. Келесі видеода кездескенше.